Сәлем достар, қазіргі таңда біз дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Тіпті өз ғаламшарымызды ғана емес, ғарышты да біраз зерттедік. Осыған қарамастан, егер де сізге әлі де ғаламшарымызда бұрынғы тас дәуіріндегідей дамымай қалған жабайы адамдар бар десе, сенер ме едіңіз? Бұндай жабайы адамдар бар екен. Біз бүгін Сентинель аралының жабайы тайпасы жайлы айтамыз. Бұл солтүстік сентинельдіктер Үндістанның солтүстік аралдарының бірінде өмір сүруде. Бұл аралдағы адам саны шамамен 50-500 арасында. Сентинельдіктердің құралдары мен қару-жарақтары дәл бұрынғы адамдардікімен бірдей. Бұл адамдар тіпті от жағуды білмейді. Сондықтан олар найзағай түскен кезде найзағайдан шоқ алып, оны тұтатады екен. Сентинельдіктер егін егуді білмейді. Олар жануарларды аулап, шикілей жейді. Сентинельдіктердің өздеріне жақын маңдағы аралдармен де қарым-қатынасы жоқ. Тіпті осы аралдан 50 километр алыста халқы 100 мыңнан асатын Порт Блэр қаласы орналасқан. Осыдан шамамен 60 мың жылдар бұрын сентинельдіктердің Африкадан солтүстік Сентинель аралына көшіп кеткен болуы мүмкін. Осы 60 мың жыл ішінде олардың технологиялары да, дамулары да мүлдем өзгермеді. Бұл аралға алғашқы экспедиция 1867 жылы жіберілді, бірақ сәтсіздікпен аяқталды. Аралдың жабайы тұрғындары қонақтарға таяқтар лақтырып қуып шықты. Келесі 1970-1981 жылдары болған экспедицияларда сәтсіз болды. Ал келесі экспедицияда үндістандықтар арал тұрғындарын жақыннан тамашалап, оларға тамақтар таратты. Алайда 1997 жылы Үндістан үкіметі бұл аралды зерттеуді тоқтатты. Себебі сентинельдіктердің иммунитеті әлсіз болатын. Яғни осы ғасырда біздің иммунитетіміз тұмау секілді ауруларға төтеп бере алса, сентинельдіктер бұндай ауруларды көрмеген. Тіпті кішкентай ғана вирус бұл арал тұрғындарын жойып жібере алады. 2004 жылы болған үлкен цунами апатынан соң олардың тірі немесе жойылып кеткенін білу үшін бұл аралға тікұшақ жіберілген еді. Тікұшақ аралға барғанда сентинельдіктер әдетінше тікұшаққа оқ атқан еді. Осылайша олардың тірі екені белгілі болды. Ал сіздің ойыңызша олармен қайта байланыс орнатқан дұрыс па? Пікірге жаза кетіңіз. Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Ұнаған болса арнаға жазылып лайк баса отырыңыз. Алда әлі талай қызықты видеолар шығатын болады.